Сәлем достар, сәлем баршаларыңызға, сәлем қыздар. Бүгінгі видеода көрсетейін деп отырған гүлдер сестрамның үйінен келген. Қазір үйінде ремонт жүріп жатыр. Соған байланысты гүлдерін реабилитационный жақсартып, жағдайын топырағын алмастырып, отырғызып, осылайынан сіздерге проблема гүлдердің адаптациясын бірнеше уақыттан кейін қалай жағдайын жақсы қылғанымды және сол жаққа қайтадан апарғанымды сіздерге көрсететін боламын. Бірнеше гүлдің түрі бар. Ең проблемный болып тұрған бұл жерде фикус бенджамин қырқылмаған. Естественно, даже мынандай сухой веткалар да бар. Жапырақтарының барлығы сарғайып түсіп жатыр. Перелив емес, қыздар, міне. Су перелив емес. Су вообще міне бетінде барлығында аппақ налеттар бар. Бұл дегеніміз краннан под краном алынып құйылған су, хлор су, либо топырақ ескірді. Екі причина. Мына сарғайып жатқан причинасын анықтайтын боламыз. Даже мынандай сарғаймаған, енді сарғайып келатқан жасыл несінің өзі түсіп жатыр, қыздар, міне қараңыздар. Бұл біріншіден. Толстянка гүлін жапырақтан көбейтіпті. Міне кімге көрініп тұрса. Қараңыздар, бүртіктеп, бүршік атып шығарып жатыр екен. Енді бұл жерде более-менее драцена и толстянка гүлдер, бірақ бұның өзі жапырақтары төмен қарап, одан кейін веткасы қалай ұзарғаны, бұны жеке проблемалардың тамырларын ашып сіздерге түсіретін болам, жағдайларында түсіріп отыратын болам. Енді сол сентябрьдің күздің екінші айларында, сентябрьдің октябрьде апарам деген ойда отырмын. Сол уақытқа дейін 4 айда наблюдениеде менің үйімде болады. Осы топырағын жағдайы да осы, міне қараңыздар, барлығы, в принципе, далада тұрған, құрғап кеткен. И долларовый дерево, міне қараңыздар, шеттері сарғая бастаған почему-то, но состояние нормальное. Ар жақта тағы да бутондар шығарып келе жатыр. Бірақ 3 веткасындағы нелері түсіп қалған. Осында үлкен жапырақтары, почти жалғыз жапырақ қана тұр, осылай толстый, старенький. Одан кейін орхидея, міне. Орхидея гүлінің осылай бордовый гүл ашатыны тұр. Қараңыздар. Және де бір бутон ашып жатқандарында көрген едім. Мына жақта міне бутон ашайын деп тұр. Гүлдерінің жағдайы өте күшті, крепкий. Бірақ орхидеяның жапырақтарын қараңыздар. Тряпка. Только қуантады, мына екі новые, крепкий. И тамырлары прям отлично шик. Енді әрғарай алып кете алады. Просто топырағын алмастыру керек. Для цветущий деген топыраққа отырғызып кеткенмін. Осыдан 2 жыл бұрын өзім сол топырақта әлі тұр. Топырақ сәдет етіп отырылған. Мына осы жерге дейін болған. Отырыпты, и міне налет, су хлорлы және ескі. И мынау цветонос, ескі қиылған цветонос түбінен тоже өзім қиғамын. Енді қыздар, осы проблемный гүлдерді алдағы уақытта 4 ай наблюдение жеке-жеке отырғызамыз, тамырларын қараймыз, қиятын жерін қиямыз, проблеманы решать етеміз да. Яғни реанимашқа гүлдер ғой енді. Реанимациядан операцияға кіргізіп, реанимация бөлімінде жөндейміз. Менімен бірге болыңыздар. Осы гүлдерімнің жаңадан видеоларын күтіңіздер, жағдайларын қарап отырыңыздар. Қандай топыраққа отырғызам, қандай состояниелері, және бұларды қалай осындай гүлдер сіздерге келіп жатса, және гүлдеріңіз осылай ремонт болған кезде сыртқа шығарылып жағдайы нашарлап жатса, қалай қайтадан қалпына келтіріп, жағдайын жақсартуға болады деген вопрос. Осылай сұраққа жауап ала аласыздар, қыздар. Достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.